Жаңа жыл шыршасын таңдайық ертегісі. Сиқырлы шатырда үйіліп жатқан неше түрлі ескі құсқы заттардың ортасында үлкен-үлкен қораптар жиналып тұратын. Аяқ киім салатын қораптар, ағаш, темір қораптар. Кейбіріне құлып салынған, кейбіріне затты тығыздап салған сонша, сыртынан жабысқа қағазбен мықтап орап тастаған. Әйтпесе қораптағы заттар шашылып қалар ма еді, кім білсін. Өстіп қопарып жүріп, Фелиция өте ескі аяқ киім қорабын тауып алды. Қораптан бірнеше сурет түсіп қалыпты. Сөйтіп оларды анықтап қарай бастады. Қандай қызық, өмірімде шеті ирек-ирек суреттерді көрмеппін, деп ойлады қыз. Олар сондай кішкентай. Ол суреттерге мұқият қараса да, ондағы адамдардың бірде-біреуін тани алмады. Суреттегі адамдарды бір-бірінен айыру қиын еді. Ақ-қара түсті бұл суреттердің сарғайып кеткені сонша, олардың түсірілгеніне тым көп уақыт өткенін Фелиция бірден түсінді. Олар ескі фильмдердің кейіпкерлеріндей көрінді. Фелиция суреттерді жайып қойды да, қайтадан қарай бастады. Ол қораптан басқа да суреттерді шығарды. Бірі болмаса, бірінен таныс біреу кездесіп қалар деп дәмеленді. Бұл тіпті әжемнің де суреттері емес-ау, мұнда қалай тап болғанын кім білсін, деп қыз күмәндана бастады. Әлден уақытта қораптың бетін жапқалы жатып бір суретке көзі түсті. Не деген әдемі шырша, сондай үлкен, ұшар басы қандай келісті. Оның рас, бүкіл ауыл бұл шыршаға қызығып қарап еді, деп мақтана жауап қатты сурет. Ауыл? Бұл суретті біздің ауылда түсірген бе сонда? Деп күдікпен сұрады Фелиция. Дәл солай, деп құптады сурет. Әрине, баяғыда түсірген. Сөйтті де сурет өз хикаясын айтып бастады. Сол қыста қар ерекше қалың түсті. Күн өте суық еді. Жануарларға көмектесемін деп, орманшының қолы бір босамайтын. Ол сүрлеу жолдарды тазалап, суықтан әлсіреп, үсіп қалған не жараланған жануарларға қамқор болатын. Оларды есік алдындағы үлкен қораға келетін. Орманшыға балалар да көмектесетін. Әкесінің айтуымен жануарларды жемдеп, жарақатын таңатын. Сол көмектері үшін әкесі жаңа жыл қарсаңында балаларына орман сендерге алғыс айтып, ең тәуір шыршаны таңдауға рұқсат етті, дейтін. Бір күні олар таңертеңмен шанаға жем тиеп, орманға аттанды. Үлкен шананың артына кішкентай шаналарды байлап алды. Жануарларды жемдейтін жерге таяу маңда жота бар еді. Балалар әкесімен бірге ілесе барып, сол жотада сырғанап ойнайтын. Балалар жол жөнекей шыршаның түр-түрін көрді. Бірақ бірде-бірі оларға ұнамады. Бірі тым қысқа болса, екіншісі тым жіңішке көрінді. Үшіншісі иілген, төртіншісі қисық дегендей. Үлкен шана жотаға көтерілгенде, балалар өз шаналарын шешіп алды. Абайлаңдар, деп сақтандырды әкесі. Сырғанағанда жолдан шығып кетпеңдер. Қайда бара жатқандарыңды қарап отырыңдар. Ағашқа соғылып қалмаңдар. Естеріңде болсын, ағаш діңі бастарыңнан әлде қайда мықты, деп күлді әкесі. Мен келгенше өздеріңе ұнаған шыршаны таңдап қойыңдар. Үйге кеш батпай тұрып жетіп алайық. Әкесі қолын бұлғап, делбені сілкіп, жөнеп берді. Балалар қуанғаннан шанасына отырып, төмен сырғанай жөнелді. Шананың алдына Лесли, артына қарындасы Ани жайғасты. Өз ағасын белінен қапсыра құшақтап алыпты. Қаттырақ ұста, құлап қалма, деді Лесли даусын қатайтып. Аяғыңды жерден көтеріп отыр. Әйтпесе шаруамыз бітті дей бер. Анни ағасының айтқанын екі етпей орындады.
Ал ендеше кеттік, деп айқай салды Лесли. Шана сырғанап, жотадан төмен қарай құлдилады. Жылдамдық артқан сайын, Лесли қарындасының бұрынғыдан да қаттырақ құшақтанғанын сезді. Сайға түскен кезде, Лесли аяғымен жер тіреді. Шанасын баяулап барып тоқтады. Сырғанақ деген қандай керемет, деді кішкентай қыз алақанын шапалақтап. Бірақ, сен қорықтың ғой, солай ма? Жоқ, деді Анни. Лесли қарындасын келемежеуін тоқтатпады. Ха, қорықпадың деші. Мені қылғындырып тастай жаздадың ғой. Өзің айттың ғой, қатты ұста деп. Мен тек айтқаныңды істедім. Қайдан білейін, сенің мұндай нәзік екеніңді. Нәзік деймісің? Осал деген кеп тұр ғой, деп ашуланды Лесли. Ал жақсы, қазір мен саған қандай нәзік екенімді көрсетейін. Ол иіліп жерден бір уыс қарды алды да, қарындасын қуа жөнелді. Дегенмен, Анни да қарап қалмады. Шананың артына қарай қарғып кетті. Қарындасының бетін қармен ыса алмайтынын түсінген Лесли, қолындағы қарды оған лақтыра салды. Анни да қарсы қар лақтырды. Сөйтіп, екеуі ара майдан басталып кетті. Шайқас біткен кезде, балалар аққалаға құсап қалған еді. Киіміміз су болмай тұрғанда, қарды сілкіп тастау керек, деді Лесли. Сосын тағы бір рет шанамен сырғанап келейік, деді ол. Жаңа жыл кешіне шырша таңдауымыз керек қой, деп Анни есіне алды. Оның жөн, бәріне үлгеруіміз керек. Жүр, шананы жотаға шығарайық. Жотаның үстінен айнала жақсы көрінеді. Сол жерден әдемі ағаш таңдап аламыз, деді Анни. Екеуі осылай етті де, жотаға шыққанда шыршалар түгел көрінді. Төмен сырғанағанда Лесли шананы басқарып, Анни ағаштарды дұрыстап қарап шығатын болып келісіп алды. Сөйтіп төмен қарай сырғи жөнелді. Жотаның етегіне жақындай бергенде, Лесли сол жағынан өте әдемі ағашты байқап қалды. Сол ағашқа жақындап, жанына тоқтамақшы болды. Бірақ жоспары жүзеге аспады. Шанасы бұл таңдаған ағашты жанындағы басқа шыршаға соғылып, мұздай боп қатып қалған бұтақтар Леслидің басына тарс етіп тиді. Одан соң Анни бар салмағымен ағасының арқасына құлап түсті. Бірақ Анни еш жарақаттанбады. Тек шошып қалды. Шанадан атып тұрды да, ағасына алаңдап: Лесли, амансың ба? Лесли, бірдеңе деші, деді. Осы сәтте жотадан әкесінің атшанасы көрінді. Орманшы алыстан-ақ балаларына бірдеңе болғанын байқаған екен. Жегілген аттарды қамшының астына алып, балаларына асықты. Әкесі келіп жеткен кезде, Анни ағасына бұтақтардың арасынан шуға көмектесіп, бет орамалмен оның бетіндегі қанды сүртіп жатты. Не боп қалды? Деп сұрады шанасынан секіріп түскен әкесі. Мен өте әдемі шыршаны таптым, әке, деп әрең жымиды Лесли. Құдай сәтін салып, ағашқа Леслидің басы емес, шанасының басы соғылған екен. Баланың бетін мұздай бұтақтар сызып кеткені болмаса, ауыр жарақат алмаған болып шықты. Ал жақсы, тезірек атшанаға отырыңдар. Қайтайық. Леслидің жарақатын үйде таңармыз.
Бірақ Лесли мен Анни еш жерлерінің ауырмағанын айтып, әкесінен әдемі шыршаны ала кетейікші деп өтінді. Орманшы шыршаға қарады да келісе кетті. Бұл шырша шын мәнінде әдемі еді. Шыршаны шауып, шанаға салды. Барлығы үйге келген соң, ең әдемі, өте керемет шыршаны қалай тапқандарын ұмытып кетпейік деп, оны суретке түсіріп алды. Ертегінің соңы.